Ассалаумағалейкум ауылдастар, амансыздар ма? Бүгін енді мынау темекінің келесі бір зиянын айтып кетейік. Өткендегі оқып жатқан араққа байланысты Нұрбек Қайырмұхаммед деген бауырымыздың кітабынан, алла разы болсын ол кісіге. Жалпы бұл жерде бір айта кететін нәрсе, мынау темекі деген 600 жылдары осы еврей халқы осы темекіні жаппай өсіруді қолға алып, кейін соны мұсылмандардың арасына дәріптей бастаған. Сол кезде халық имамдардан, молдалардан сұраған: мынау темекі деген харам ба, мынаны не істейміз? Мынау темекі деген бір шөп екен, мына шөпті орап немесе трубкаға салып, оны өртеп, сосын түтінін ішке сорса, адам бір рахаттанып, бір пайдалы болып қалады дейді. Пайдасы бар ма бұның? Бұны не істейміз деген кезде имамдар, молдалар айтқан екен, теологтар: бұның сондай адамға бәлендей зияны жоқ, бұны енді шариғатта макрух дейміз, өйткені бұл Құранда жазылмаған, хадисте айтылмаған, сондықтан бұны макрух деп қоямыз. Шеккісі келгендер шеге берсін, шеккісі келмегендер шекпей ақ қойсын, бірақ жаман әдеттерге, зиянды нәрселерге жатады деп айтқан екен. Сол заманда үлкен әулиелер, пірлер, сопының шейхтары, олар енді адам баласының руханиятын, жан дүниесін, тән дүниесін көріп отыратын халықтың көзі ашық әулие кісілер ғой енді сопылар. Солар бірден қарсы болыпты, бұл харам депті. Бұл өте зиянды, өте харам, бұл шайтанның тезегі, шайтанның боғы деп сондай дәреже берді. Бұл адамды түбі құртады деп. Сонымен арада бәлен ғасыр өткенде 1970 жылдардың ортасында мына Египеттегі Әл-Азхар университетінде мына харам мен халалды зерттейтін лаборатория ашылған екен. Сол кезде ол кісілер бір ауызда мына шылым деген нәрсе барып тұрған харам екен деген үкімді шығарып берген. Ол үкім әлі күнге дейін өзінің күшінде. Оны Әл-Азхар университеті, оның ғалымдары әлі күнге дейін мына үкімді өзгертеміз деп алып тастаған емес, өйткені шылымның зардабы қазір дүние жүзінде бұрынғыдан да көбейіп барады. Неге? Өйткені басында жаңағы бір адам шеккен болса, одан кейін оның баласы, одан кейін оның баласы, одан кейін оның баласы сөйтіп не істеп отыр? Қазір ортада 30-40 жаңағыдай поколение ұрпақ кетіп қалып отыр. Солардың бәрінің қанындағы нәрсе жиналып келе жатыр. Енді адамдардың, қазір шылым шегетін адамдардың тез-тез құрып, тез-тез өліп жатқанының бір себебі сол екен. Енді бүгінгі шылымның зиянына байланысты әңгіменің тақырыбы темекі шегу белсіздік пен бедеулікке жол ашады дейді. Ерлер мен әйелдердің жыныстық функцияларына темекі шегудің кері салдарына айрықша тоқталуға болады. Темекі шегудің зияны ерлерге қарағанда әйелдерге көбірек байқалады. Бұл арақта да сондай, анашада да сондай. Әйел адамдарда көбірек әсер қатты болады. Себебі темекі ұрпақ дүниеге әкелетін әйелдің жыныстық организмінің негізгі функциясын бұзады. Медициналық статистикаға жүгінетін болсақ, ерлерде де, әйелдерде де дәл осы темекі шегу салдарынан жыныс мүшелерінің функциялары орасан зардап шегіп, белсіздік, бедеулік, жыныстық қатынасқа деген салқындық орын алады. Әйелдердің жатыр мүшесінің қызметі нашарлап, түсіктер, мерзімінен бұрын туу сияқты ауруларға тікелей себеп болады. Сондай-ақ баланың өлі болып дүниеге келу қаупі 20-30%-ға артады. Темекі шегу әйелдің жұмыртқалық жасуша қалыптастыру функциясын бүлдіреді. Темекінің құрамындағы улы заттар іштегі нәресте үшін аса қауіпті. Темекінің құрамындағы аса зиянды полоний элементі дәл осы ана жатырындағы жұмыртқалық жасушаларда жиналады. Сонан соң мутагенді қасиеттерінің арқасында жартылай ыдырау мерзімі 200 жыл дейді. Осындай токсиндік улы зат ретінде мутация тудырады дейді.
яғни 200 жылға дейін бұның жаңағыдай зияны жойылмайды, одан сайын өсіп отырады деген сөз ғой енді. Мұндай кері әсер әсіресе бала біту мен оның дамуы кезінде қатты байқалады. Полоний болашақта баланың дене бітіміндегі ауытқушылыққа кемтар болып қалуына басты себепкер болады. Темекі шегу ерлердің де жыныстық функцияларының қалыпты жұмысын бұзады, қапыда қалдырады. Темекі шегу ерлер арасында түтікше ауруларын тудырады. Темекі шегетін еркектердің түтікше ауруларымен ауыру ықтималдығы шылым тартпайтын ерлермен салыстырғанда 2 есеге көп болады. Ең негізгісі, никотин қанға сіңгеннен кейін тірі сперматозоидтардың санын азайтады. Оларды өлтіреді. Андрологиялық зерттеулер нәтижесіне сүйенер болсақ, темекі шегетін еркектің спермасындағы тірі сперматозоидтардың азаю көрсеткіші төмендегідей болмақ. Күніне 10-нан 30 темекі шеккен кезінде 40% азаяды. Күніне 40 темекіден артық кезде 46%-ға. Темекі шегу уақыты 10 жылға созылған кезде 31%-ға. Темекі шегу уақыты 10 жылдан артық болған кезде 64%-ға дейін тірі сперматозоидтардың саны азайып бітеді. Сәби сүйгісі келген еркектің спермасында тірі сперматозоидтардың мөлшері ең кемінде 65%-дан кем болмауы керек. Ал тірі сперматозоидтардың саны 40%-ға төмендеген кезде бала біту мүмкіндігі жоқ десе болады. Мұнымен қоса, темекі шегу әсіресе ұзақ шегу еркектің ерте уақытта белсіздікке ұшырауына, жыныстық қатынасқа деген салқындықтың ерте жастан бастап пайда болуына бірден-бір себеп болады. Темекі шегуді тастаған еркектің жыныстық функцияларының қайта қалпына келу үрдісі өте баяу болса да, қайта қалпына келу мүмкіндігі бар. Ал әйелдер темекіні тастап денсаулығын қайта қалпына келтірген күннің өзінде жатырдағы жұмыртқалық жасушаларында жиналатын полонийден толықтай арыла алмайды. Одан кейінгі тақырып көк түтіннің көлеңкесі. Темекінің денсаулыққа тигізетін зиянымен қатар экономикаға беретін зияны да айтарлықтай көп. Шылым шегудің салдарынан туындайтын материалдық шығынды 2 топқа бөлуге болады: тікелей шығындар және жанама шығындар. Америка құрама штаттарында жүргізілген зерттеулерге қарағанда, шылымқорлық салдарынан болған тікелей шығындар 15 миллиард ақш долларын құраған. Батыс елдерінде темекі өртісі бойынша қыспаққа алынған. Алайда дамушы елдерде темекі өндірісі ешбір тосқауылсыз белсенді түрде өріс алуда. Қазақстанның медициналық қоғамдастығы өкілдері халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтетін нормалар енгізу қажет деп есептейді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру қауымдастығының президенті Айқан Аханов темекі өндіретін компаниялар әлемнің жетекші мемлекеттерінде беделден айырылды. Енді 3-ші әлем елдерін жаулауға көшті. Оның ішінде Қазақстан да бар. Олар қазір бізде өте агрессияшыл экономикалық бағыт ұстанып отыр деп еліміздегі темекі өндірісі туралы баяндама жасаған болатын. Атап өтер жайт, Қазақстанда 8 компания темекі өнімдерін шығарумен айналысады екен. Бұл компаниялар жылына 18 миллиард дана шылым шығарады. Ал 3 миллиард дана темекі елімізге сырттан тасымалданады. Ресми мәліметтер бойынша 15-7 миллионнан астам халқы бар Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам
шылымқорлық салдарынан туындаған аурулардан көз жұмады екен. Шылым шегу жөніндегі өзекті мәселе халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасы кодексінің жобасында өзінің көрінісін тапты. Бүгінгі таңда Қазақстанда ерлер арасында шылым шегетіндердің пайыздық өлшемі 42%-ды құрайды және экономикалық аурулардың, онкологиялық аурулардың көбеюі де осыған байланысты. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша онкологиялық аурулар, олардың қатарында туберкулез, жүрек, қан тамыр аурулары мен жарақаттардан кейін 3-ші орында тұр. Елімізде темекіге қарсы заң қабылданғанына қарамастан, қоғамдық орындарда, білім ордаларында түтін будақтатуға тыйым саламыз деген мақсат әлі орындалар емес.